Амилайға не айтасыз дейді. Амилайға Құдай инсап берсін, тәубалық берсін. Ол жігіт па өзі әйел ма? Жігіт қой дейме, жігіт меніңше ол. Ол жігіт кішкене сол костюм киіп, шалбар киіп, еркек болып, Құдай тәуба қылсын. Амилайдан да жаман күнә істегендер болған өмірде. Құдай оларды тәуба қылды. Қаншама адамдарды қырып өлтіргендер бар, елдің ақысын жегендер бар. Құдай оларға біз жамандағаннан, біз оларға қарғыс оқығаннан, оларды боқтағаннан біз әбиді таппаймыз. Құдай оларға сана берсін, ол қайтсын райынан, түзелсін, жақсы азамат болсын деп бір-бірімізге айтсақ, болар елдің балалары бір-бірін кім деп айтады? Батыр деп айтады. Бір-біріне азаматсың деп айтады. Біз бір-біріміз шұқысақ ешқашан адам болмаймыз. Біз ақсағымызбен жүзбіз. Ақсағымызбен жүзбіз. Сондықтан сөйтіп бір-бірімізді тартуымыз керек. Сонда боламыз. Анау мынандай, мынандай болса қашан ел боламыз біз. Қашан бізге жақсы ешкім бермейді. Жаман да болса ағамыз жақсысын қайдан табамыз дейді. Солай ба? Сапар намаз қалай оқылады дейді. Сапар намазда егер баратын жерің 90 километрден асатын болса, Ханафи мазхабы бойынша парыздың 4-еуін 2-ге түсіресің. Сүннеттерді оқисың. Шама жетсе. Мүмкіншілік болса, машина бар, су бар, мүмкіншілік бар, үй бар, жайнамаз бар, барлығы бар ғой. Сондықтан сен сүннет оқисың. Парызды қысқартасың. Қай жерден басталады сапар? Ауылдан шығып, артқа бұрылған кезде ең соңғы үй көрінбеу керек. То есть сен ұзап кету керексің. Тиктокер имам дейді, я. Намазда қай сүрелерді оқыған жөн? Жаттаған сүрелердің бәрін оқи бер. Сапар намазына қалай ниет етіледі? Ниет еттім намазда хасыр қылып оқуға, яғни арабша айтпай, қазақша айта берсең болады. Қысқартып оқуға дейсің, сапардағы деп айта бересің. Даже айтпай-ақ қойсаң да намаз хасыр болып кете береді. Ниет жүректімен жүреді. Тілмен айту сүннет. Намаз оқи аламын дейді, бірақ желание жоқ. Не істей аламын дейді. Сен желание жоқ қой тамақ ішуге. Но ішесің ғой, аштан қалып қалмайсың. Желание жоқ что-то нан жеуге. Өліп баратсың, нан жейсің. Неге жейсің? Желание жоқ қой, сен жемей қоймайсың ба? Желание жоқ туалетке баруға. Желание жоқ, но нужда бар. Барасың ғой бәрібір. Сол сияқты желание жоқ намазға, бірақ оқимыз біз. Не үшін? Өйткені Алланың бұйрығы. Бастырылып қалғанға аятыл күрсіні 7 рет оқысаң жақсы болады. Ана ұстаз туралы ойыңыз қалай? Мына ұстаз туралы менің барлық бұрыннан, міне 2,5 жыл болды сіздермен осы телефон алдында отырғанымызға. Менің барлық ұстаздарға барлығына көзқарасым супер. Олардың маған көзқарасы маңызды емес. Қандай екенін. Бірақ менің оларға көзқарасым супер. Біреуінің артынан жаман сөз айтқан емеспін. Айтпаймын да. Айтқыза да алмайсыздар. Не үшін? Алла үшін. Өйткені Алла үшін жақсы көрем. Алла олар менің бауырларым. Қателеспейтін адам жоқ. Пендеміз. Олардың да қатесін. Олар мені шұқып, мен олар шұқсақ, біз дін жүрмейді. Мен сіздерге дінді жеткізбей, онда бір-бірімізді шұқи береміз. Сен бүйткенсің, мен бүйткен, ол бүйткен, мен бүйткен деп керек жоқ. Ешкімнің қазақ айтпақшы чұқымаймыз. Керек жоқ. Не вас он?